Құрметті оқушылар, саламатсыздар ма? Өздеріңізге белгілі, биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 25 жыл. Биыл қазақ ел үшін үлкен тарихи жыл. Өйткені біздің талай жыл аңсаған, талай жыл зарға күткен тәуелсіздік, осы тәуелсіздік жолында талай тар жол тайғақ кешті, талай ата-бабаларымыздың жанын құрбан етті. Ендеше осы тәуелсіздік күн дәріптеу, жалпы тәуелсіздік деген атауды біз жүрегімізге жалау ету, ол сіздердің жас ұрпақтың міндеті. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермің, кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық басқа елдің, бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке оралған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшам басып жүре алмаса алталаш, азаттығын қадірімде жоғанда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Аллам берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған саған оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді, желтоқсанға жалынатып жастығым, қосау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бей ең соңғы. Уа еркіндік құның немен өлшенді? Уа еркіндік құның немен өлшенді? Сені көксеп босақтарым өлсе өлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Біз сізден тәуелсіздіктің 25 жылдығына байланысты аздап сұхбат алғымыз келеді. Бірінші сұрақ, тәуелсіздік сіз үшін қандай ұғым? Қандай ұғым? Әрине, ол ең алдымен біздің мемлекетіміздің, елдігіміздің орын алуы, сондықтан да мен үшін бұл қасиетті ұғым. Және өзімде осы тәуелсіздікті алып келген, осы жылы дүниеге келген Қазақстан Республикасының азаматы болам. Сондықтан да мен үшін тәуелсіздік еліміздің, егемендігіміздің орын алуы, біздің қоғамымыздың белгілі бір жақсы биіктерге көтеруімен тұспа-тұс келетін кезең. Сондықтан да орны біз үшін әрқашанда биік, жоғары деңгейде болатындығы сөзсіз деп ойлаймын. Бүгінгі мерекені, яғни осы атаулы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын қалай тойламақ жоспарың бар? Мен ата-анаммен, достармен тату-тәтті болып тойлағым келеді. Және де ешқандай мұң болмай қуанышты қылдырып өткізім келеді. Осы тәуелсіздіктің ел болашағы үшін маңызы қандай деп ойлайсыз? Тәуелсіздік кез келген елдің болашағы үшін өте маңызды. Себебі елдің дамуы ең алдымен тәуелсіздіктен басталады. Сондықтан да кез келген ел болу үшін ол тәуелсіз, өз алдына билік құрған демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет болуы тиіс. Желтоқсанның жел аязы ызғары, қандымызда талай қазақ сыздады. Ұлт қамышын шыққан сол күн алаңға, азап шекті қайсар қазақ қыздары. Талай қазақ қыздарында тоңдыра, талай қазақ гүлдерінде солдыра, ел билеуге алып келді Колбинді, қазақ ұлы Қонаевтың орнына. Егемендік бұл елімнің елдігі, егемендік барлық ұлттың теңдігі, егемендік елін, жерін қорғаған, ербол менен қайраттардың ерлігі. Желтоқсаным тәуелсіздік тірегі, желтоқсанды қадір тұтып түрелі. Есте сақтап ағалардың ерлігін, жүректерге сақтау керек үнемі.